Қадірменді оқырман, парақшаға тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Бір ауылда екі жігіт дос болады. Жастайынан дос болған жандар ер жетеді, үйленеді. Құдай әрбіріне біртіндеп нәресте береді. Біріне Құдай ұл берсе, екіншісінің әйелі дүниеге қыз әкеледі. Әлгі жігіттің екінші, үшінші, төртінші баласы да дүниеге қыз болып келеді. Ал досының бұл уақытта 4 ұлы болады. Екі дос кездескенде ұлдардың әкесі бір марқайып, мақтанышпен еркектен еркек туады деп айтады екен. Досына қарап, не болды, еркек тудыруға шаман келмей жүрме деп әзілдейді екен. Дегенмен бұл әзіл шыны аралас шындық болатын. Досының сөзіне іштей қынжылып, айтарға сөз таппай, берер жауабы болмай үйіне қайтатын еді. Әйеліне келіп артық сөз айтқан емес. Құдайдың берген қара домалақ қыздарына разы болған жандардың бірі болатын. Құдай кейде малмен, дүниемен, жанмен, кейде бала-шағамен сынайды екен. Бұл да бір әлгі қыздардың әкесіне арналған сынақ болса керек. Құдай екі досқа 7 баладан, яғни біріншісіне 7 ұл, екіншісіне 7 қыз берді. Ұлдары бар адам әр кездескенде досына қарап, менің ұлдарым әрқайсысы бір үй, бір отан болады. Ал қыз дегенің жат жұрттық қой, ертең кетеді де қалады, дейді. Күндер өтіп, жылдар өтіп, достар да қартайып, жастары 70-ті шамалап қалған уақыт болады. Қыздардың әкесі досын көріп, қал жағдайын сұрап қайтайын деп үйіне барса, досы қартайған шағында пештің күлін алып, отын жарып жатса керек. Сонда досы, әй, досым-ау, не болған саған от жағып? Ұлдар қайда, келін қайда, дейді. Кемпірі болса төсек тартып жатып қалған екен. Досы көңілсіз күймен досына қарап былай дейді. Ұлдар әрқайсысы үйленіп, әйелдерінің соңынан еріп кетті. 7-еуі 7 жаққа кеткен. Біз өзіміз жалғыз қалдық деп мұңын шақты. Құдай ол адамға 7 ұлды сынақ етіп берген еді. Марқайып, мақтанып жүрген дос қартайған шағында жалғыз қалады деп кім ойлаған? Ал қыздардың әкесі бақытты жандардың бірі еді. Барлық қызы тұрмыс құрды. Ата-анасы әр қызының бір мамандық иесі болуын қалап, барлығын дерлік жоғары оқу орнына түсірген болатын. Дегенмен қартайған шағымызда келіннің қолынан шай іше алмайтын болдық деп сары уайымға салынып жүрген олар қазіргі күнінде кенже қызының қолында. Қыздары ата-анасын өз қолына алды. Барар жеріне джип көлігімен алып барып келеді. Құрметті оқырман, айтайын дегенім, кей жандар әйелдерін қыз тудың деп төмпештеумен айналысуды өзіне абырой санайды екен. Бірақ оған кінәлі кей кездері жанымызда жүрген достар болуы да әбден мүмкін. Шайтан достарды еркектен еркек туады деген сөздер арқылы азғырса керек. Біліңіздер достар, Құдайдың жазғанынан артық ештеңе болмайды екен. Дүниеге ұл келсе де, қыз келсе де қуана білейік. Себебі айналамызда осы екеуіне де зар болып жүрген жандардың табылары анық.